Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесін 3-ші күн жалғастырамыз. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Бағалау критерийі: оқушылар көркемдегіш құралдардың қолданысын талдайды, ізденеді, автор стилін анықтайды. Көркем шығарма оқырман сезіміне, оның ой санасына әсер ететін шығарма. Шығармада көріктеуіш тілдік құралдардың көп кездесуі, жазушы тілінің шеберлігі, орынды сөз оралымдарының ұтымды, қисынды жұмсалу жайы көрсетіледі. Жазушы стилі өзіндік сөз мәнері мен суреткердің өзіне ғана тән сөз қолдану өнері, әсерлі түрде жеткізу шеберлігі. Көркемдегіш құралдар дегеніміз не? Көркемдегіш құралдар автордың шығарманы әсерлеу, бейнеленуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Ондай құралдарға ажарлаудың, құбылтудың түрлерін жатқызуға болады. Шығарманың көркемдік құндылығы: шығармадағы көркемдегіш құралдардың мол болып, оқырманға әсерлі болуы, түрлі оқиғалардың астасып келіп, композициялық сюжет құруы, шығармадағы мазмұн мен мағына, ой сезім байлығы, олардың түрлі суреттеулер арқылы көркем жеткізілуі. Автор кейіпкерлер образын, көңіл күйін, мінезін, ішкі ойын ашуда түрлі бейнелеу тәсілдерін қолданған. Әсіресе тұрақты тіркестер, теңеу мен эпитетті ұтымды қолдана білген. Мысалы, онсыз да шыбын жанын шүбірекке түйіп тұрған Нығметтің роластары өре тұрды. Менің қызу қанды ағайым Момынқұл өзінің жаман байталынан қарғып түсіп, әкемнің астындағы атқа келіп жармасты. Бұл жерде жанын шүбірекке түйіп. Тұрақты тіркес қызу қанды деген сөз, бұл эпитет. Bir қатар сөз ешбір қосымшасыз-ақ жеке тұрып эмоционалдық бояуға ие болып тұрады. Мысалы, масқара, әттең, тамаша, шіркін, ғажап. Бұлар одағай сөздерге жатады. Теңеу: затты, құбылысты басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттайтын көркемдік ұғым. Теңеу: дай, дей, тай, тей, дайын, дейін, тайын, тейін, ша, ше жұрнақтары жалғану арқылы және секілді, сияқты, іспетті, тең, бейне сөздері арқылы жасалады. Эпитет: заттың не құбылыстың айрықша белгісін, қасиетін білдіретін бейнелі сөз. Метафора: екі нәрсені не құбылысты жанастырып, жақындату негізінде астарлы тың мағына беретін сөз немесе сөз тіркесі. Кейіптеу: әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Метонимия: өзара байланысты балама ұғымдарды қолдану. Құбылыс орнына оның ерекше қасиетін көрсету. Мысалы, әйел ақжаулық, әскер қол сөз образлығымен ойды ықшамдау мақсатында қолданылады. Ирония: адамға, зат пен құбылысқа сырттай жақсы баға берсе де, ішкі мағынасы қарсы келіп, келекеге айналдыратын құбылту құралы. Сатира: өзі суреттеп отырған оқиғаны, құбылысты немесе кейіпкерді өткір сынға алып, әжуаға айналдыратын көркемдік бейнелеу тәсілі. Құрметті оқушы, берілген үзінділерден көркемдегіш құралдарды тауып, сәйкестендіріңіз, дәптерге жазыңыз. Менің шарасыз күйімді түсінгендей жамыраған жұлдыздар жан-жақтан жымыңдап көз қысады. Түйелердің арасымен жүріп келе жатып, мен мамық жүнді ақботаның қасына еріксіз тоқтадым. Әжем өзінің ұлдарына өңшең ақ құбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Үлкендер қамқор тірліктің қамымен жүргенде,
біз емін-еркін ен жазықта жалықпай ойнаушы едік-ау. Осы бір алыста қалған балалық шақтың бал түні сұрапыл соғыс кезінде елестер деп үш ұйықтасам түсіме енген емес еді. Өз үйінің төрінде жатқандай жай барақат қой өзі. Дамбалын сыпырсаң тұратын шығар бәлкім. Міне балалар, осы берілген сөздерді метонимия, кейіптеу, эпитет, ирония, теңеу, метафоралардың қайсысына сәйкес? Соны сәйкестендіріп дәптерге түсіріңіз. Образдардың жасалу жолдары әр алуан. Портрет, мінездеу, адамның күйініш-сүйініштерін суреттеу, қатысушылардың сөздері және жанама мінездеу, жазушы шығармаға қатысушылардың сыртқы портретімен қатар ішкі портретін, мінезін, құлқын, наным-сенімін, дүниеге көзқарасын суреттейді. Әдебиетте мұны мінездеу дейді. Мінездеу жасалуына қарай екіге бөлінеді. Тура мінездеу және жанама мінездеу. Тура мінездеу кейіпкердің мінез құлқын айнытпай, сол қалпында баяндау, төтеден сипаттау. Жанама мінездеу мұнда тура мінездеудегідей төтеден сипаттау болмайды. Жазушы мінез құлқын, әдет ғұрпын анықтағысы келген жеке адамның немесе бір топ адамның өзі емес, соның қатысы бар өзге заттарды суреттеу арқылы әлгінің өз құлқын не ғұрпын айқындайды. Автор кейіпкерлердің образын тура және жанама мінездеулер арқылы өте жақсы аша білген. Шығармада тілмәшті бұлай сипаттайды. Ояздың қасында о кезде тілмәш болар еді. Тілмәш дегенің елді билеп төстеген сұмпайының өзі. Соның аузы доғалы. Ұлыққа сол не десе, сол болады. Арызды тілмәш Оязға не деп аударып жатқанын сауатсыз қазақ қайдан білсін? Әкемнің айтуына қарағанда, тілмәш дегенің пара жегіш, дауласкер, екі жақты бірдей сорушы жемқор болған. Ал әкесі Момышты әкемнің қызғаншақтық, бақталастық дейтін қу мінезі жоқ, қолы ашық кісі болған. Бары болса, кісі шақырып, той-томалақ өткізуге құмар боп тұрар еді. Дүние, мал жиюды жек көретін деп бейнелейді. Үй тапсырмалары. Тұрақты тіркестерді теріп жазып, және оның мағынасын ашыңыз. Мынау үлгі, дүние салған, өлген, қазаға ұшыраған деген мағынаны білдіреді. Салт басты, сабау қамшылы, жалғыз басты, бойдақ дегенді білдіреді. Міне сіздер ары қарай жалғастырыңыздар. Келесі тапсырма. Мақал мәтелдердің мағынасын ашыңыз. Мысалы, жеті атасын білмеген жетесіз. Бұның мағынасы әр қазақ баласы өз ата тегін, жеті атасын жатқа білу керек. Өз ата тегін білмеу қазақ үшін ұят. Ондайларды тексіз деп санаған. Сіздер тәрбие тал бесіктен 13-те отау иесі осы екі мақал мәтелдің мағынасын ашып дәптерге жазыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.